Баршаңызға қайырлы күн. Қыздар, бүгін өте оңай чертополох немесе кобра деп те атап жатамыз. Өте оңай және баклажкаға құйып сақтау рецебін көрсететін боламын. Алдымен осы помидорымызды болгар бұрышын жақсылап жуып, керек емес жерлерінен тазартып алатын боламыз. Ал сарымсақты осылай алдын ала суға салып қойсаңыздар, қабығы өте тез аршылатын болады. Мінекей қызанағымызды төртке бөліп, осы керек емес жерлерін алып, ет тартқыштан өткізетін етіп дайындап алатын боламыз. Болгар бұрышынан да дәнінен тазалап дайындап алдым. Енді сарымсақты осылай 15 минуттай суда тұрды. Қабығы өте тез аршылады. Сондықтан осылай жасасаңыздар болады. Мінекей қабығынан тез аршылып жатыр. Бұны да түгел тазартып алып дайындап алатын боламыз. Мінекей барлық керек заттарымызды дайындап алдық. Енді осының барлығын біріктіріп, ет тартқыштан өткізетін боламыз. Мен барлығын бірге өткіземін, өйткені барлығы теңдей болып араласу үшін. Мінекей ашты бұрышты, қызанақты және сарымсақты барлығын бірге қосып өткізетін боламын. Ет тартқыштан немесе блендерден өткізсеңіздер де болады. Барлығын ет тартқыштан өткізіп алдық. Енді менде 5 килограмм қызанақ болғандықтан 5 аспирин салатын боламын. Оны жақсылап осы оқтауындың көмегімен ұсақтап үгітіп алатын боламыз. Сонда аспириндеріміз тез еритін болады. Мінекей барлығын дайындап алдық. Үгітілген аспириндерімізді салып, жақсылап толықтай араластыратын боламыз. Және дәміне қарай тұз салатын боламыз. Мінекей дәміне қарай тұз салып, жақсылап толықтай тұзымыз, аспириніміз еру үшін жақсылап араластырамыз да бір түнге қойып қоятын боламыз. Бұл бір түнде көтеріліп, газы шығып, көтеріліп басылады. Мінекей беті қоюлау, асты сұйықтау болып тұрады. Сондықтан жақсылап араластырып, баклажкілерімізге құятын боламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма әлде тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген қызыл батырманы басып, тіркеп алыңыз. Алдыда әлі де талай рецепттер түсіретін боламын. Каналымды қолдап, лайк басып, қолдай отырыңыздар. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.